Немерелерinde сол әке дегені. Баламда сол түрменің киімін кигенде сол бәрі батады. Жүрегім ауыр батады. Самарқанди, Абдулла Суфар, Тахир Yoldaş соғысқа шақырады. Соғысқа бармасаңдар, теңгемен көмектесіңдер дейді. 70 адамды өзімен бірге жәннатқа алып кіремін деу адамдардың белгілі бір тізгінде ұстаудың бір құралына айналды. Манипуляциялау, жастардың ақыл ойымен ойнау, оның артында осындай бір кейбір идеологиялық ықпал ететін күштердің бар екен белгілі. Сол есімге түсетін осы бәрі. Ешкім басына келмесін деймін де, ешкім басына салмасын деймін. Алмағайып әлемнің аласапыраны құндылықтарды құнсыздандырды. Кеше жаһанға үлгі болған алпауыттар да бүгін түрлі сынақты бастан өткеруде. Біреулер ен байлыққа тұмсығын тығып, көкке қарап ұлыса, енді біреулер азаттық үшін алысып, кедейлік қамытынан құтыла алмаудан. Жығылғанға жұдырық болған жасанды интеллект соғыс вирусын үдетіп, дүбәрә дәуірдің жар қабағынан көпті құлатқалы тұр. Терроризмнің бірінші мақсаты ол қоғамды үрейлендіру. Қоғамды мемлекетке, билікке қарсы айдап салу. Мына мемлекет сізді қорғай алмайды, мына билік сізді қорғай алмайды деген сияқты үдерісті халықтың санасына сіңіру. Оған енді әрине сөз төтеп беру керек. Және енді егер мүлдем бұнымен айналыспайтын болсақ, мүлдем бұған назар аударамайтын болсақ, бұл жүк тереңдей беруі мүмкін. Тереңдеген сайын ол жаңағы іс насырға шабатындай формаларға да апаруы мүмкін. Әлемде көріп отырмыз. Жоқ жерден, діни ілік шыққан жерден кезінде бүтін болған қоғамдар жік-жікке бөлініп, бір-біріне қарсы шығып, ыдыраған мемлекеттерді көріп отырмыз. Өзбек тілі болғаннан кейін, өзбекшені жақсы түсінгеннен кейін, сол өзбек уағызын тыңдадым. Біз террористпіз деген сөзі бар. Сол материалмен сотталдым. Шойислам Шаюнусов, Шымкент қаласының тұрғыны, әлеуметтік желіде терроризмді насихаттап, ұлтаралық араздықты қоздырды деген айыппен 7 жылға сотталды. Мен өзбекше уағыз тыңдағаннан кейін, өзбекше солар мен запрет екенін білмедім, мен сотталғаннан кейін білдім. Өзбекстаннан шыққан уағызшы ол Тахир Yoldaş деген терроризм туралы. Сол біз террористпіз деген. Соны мен тыңдап, Инстаграмға қойып, осының сөздерге 7 жыл сұрай қалдым, мен отбасымнан айырылдым. Мұхаммад Тахир Фарук лақап атымен танылған Тахир Yoldaş Өзбекстан ислам қозғалысы террористік ұйымының жетекшісі. Өзбекстанда дүниеге келген 1999 жылы Ташкентте мемлекеттік төңкеріс ұйымдастырмақ болған. Сол үшін Өзбекстан билігі оны сырттай өлім жазасына кесті. Сондай-ақ ол сыбайластармен бірге Тәжікстан арқылы Қырғызстанның Баткен облысына заңсыз кіруге талпынды. Кейін Ауғанстанда бой тасалап 2009 жылы ақш әскерінің қолынан мерт болды. 4 балам бар, 2 қыз, 2 ұл, үлкен 2 қыз. Оларды күйеуге бергенбіз. Олардан немерелер бар. Одан кейін Шайислам, одан кейін тағы бір інісі бар. Оқуы да бәрі жақсы еді. Спортқа сәл қызықатын еді. Бұл сол училищеде оқып жүрген кезінде сол анда-санда жұма намазға кеп тұратын еді. Бұл одан кейін басқа еш несі жоқ. Сол интернетке келіп сол балдармен қызықып қалған ба, сол мынау болады ғой енді, интернетте бір жаңалық көріп қалса, или бір қызық нәрсе көріп қалса, басқа біреуге жіберіп мындан да қызық бар екен деген сияқты. Қазір адамдар көпшілігі тиктоктан тастайды. Сол сияқты біреуге тастаған бұл, оны да білмейміз. Жалпы джихад деген
баяндалған Құран аяттарында, бірақ соның бір 7-ден 1 ғана кәдімгі соғыста айтылған. Ал одан басқа жерлердің барлығында көбіне өз нәпсіңмен күрес, отанды қорғау, үй ішіңді қорғау деген сияқты мәселелерде қозғалған. Соғыс деген кезде бұл міндетті түрде бір сыртқы соғыс емес, яғни соғыс деген кезде өзің бар және дәл алдында бір жау бар. Осы арасындағы соғыс деген мағынада түсінуіміз мүмкін. Абстрактный немесе жаңағыдай мәжаз деп айтады, образный айтылған сөз болуы мүмкін. Яғни бұл жердегі соғыс болғанда өз-өзіңмен соғыс, өзінің ішіндегі менменшілдігіңмен соғыс, тәкаппарлығыңмен соғыс деген сияқты мәселелерде Құран кәрімнің аяттарын парақтап ашып қарасаңыздар, соның ішінде де жазылған, егер бір адамды өлімнен құтқаратын болсаң, бүкіл адамзатты құтқарғанмен теңсің. Егер бір адамның өліміне себепкер болсаң, бүкіл адамзатты қырғанмен теңсің деген секілді қасиетті мәтіндері де бар. Ислам дini деген өзі бұл ең тыныштық дин ғой. Енді соны атынан көп адамдар басқа не дейді, жанжал шығаратын, адам бір-біріне қайшы қоятын жолдарын іздейді да бәрі. Сондайлар көп. Солар адам ішіне кіріп алып, уағыз сөйлеп, адамды жолдан басқа жолға кіргізіп жібереді. Сол есімге түсетін осы бәрі. Әрине ауыр болады. Ешкім басына кемесін деймін де, ешкім басына салмасын деймін. Шойислам қапасқа орда бұзар 30-ында қамалды. Үйленген 2 ұлы бар. Карьерде көппен бірге еңбек етіп, 300 мыңға жуық жалақы алған. Сол екінші әйел алуыны ойладым, мен нәпсімге қызықтым. Нәпс те бар бұл жерде. Міне, Шойисламның түрмеге түсуі осы нәпсі құмарлықтан басталған. Сүйіп қосылған әйелінің үстінен екінші әйел алмақ болады. Және бұл шешімі шаңырағының шырқын бұзады. Екінші әйел алсаңыз кетемін деп айтты. Бала шағаны көрмес деп айтты. Оны алуға бәрібір ақшам жетпейді, шама жетпейді. Екінші әйел бақуға да. Одан кейін мына бірінші әйел қарсы екінші әйел алуға. Ол да біраз ұрысып төбелес болады. Осындай кикілжіңдерге қарамастан ол мешіттегі имамға бармаған. Екінші әйел алудың жолы мен шартын сұрамаған. Жауапты интернеттен тапқан. Және сол радикалды идеологтардың шатақ пәтуәсі оған майдай жаққан. Самарқандина екінші әйел алу туралы уағызын тыңдадым мен. Әйелден рұқсат сұрамай үйленбеуге болады деп айтқанда. Рұқсат сұрамайық. Ешкім сұрамаған деп айтады оны. Неке дегеніміз өзі бір ер мен әйелдің бір байланатын рухани жібі сияқты ғой. Мысалы, ер адам бір әйел адамды алған уақытта оны аманатын алады. Мысалы, қыз баланы кішкентай кезінде әкесі өсіріп, қағып, соның напақасы әкесінің мойнында болатын болса, тұрмысқа шыққаннан кейін ол напақасы күйеуінің мойнына міндетті болады. Ал егер Құдай сақтасын бір нәрсе болса ажыраса салам деген нәрсе, ол дұрыс нәрсе емес. Ол жайында да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар. Қандай да бір еркек бір нәпсі құмарлыққа еріп, жаңағы әйелін жіберіп басқа әйел алатын болса, ол адамға Алла тағаланың лағнеті болсын деген қатты айтылған хадис бар. Сады Самарқанди Абдулла Суфар деген Өзбекстанда уағызшы бірінші жақсылыққа шақырады. Одан кейін соғысқа шақырады, одан кейін соңында соғысқа шақырады. Соғысқа бармасаңдар, қаржымен, теңгемен көмектесіңдер дейді. Біз мұсылмандарға көмек береміз, көмектесек деп сондай шақырады. Мұсылмандар қарасақ, біз өзіміз қате істеп атқан боламыз. Сол жерде біз шатасып кетеміз де, қателесіп. Мұсылмандар мен мұсылмандар төбелесіп кетеді бір-бірімен сол жерде. Содик Самаркандида Абдуллах Зуфар да Өзбекстан Республикасында дүниеге келген. Таяу шығыстағы лаңкестердің астауынан нәпақасын тапқандар қазір халықаралық Кадиба Таухид Уаль Джихад террористік ұйымның медиа контентіне жауапты.
Интернет платформаларда буквализмге негізделген зорлық зомбылықтарын насихаттайды, саптарына жанкештілерді тартады және қылмысты радикалды идеологиямен ақтайды. Өзбекстан билігі бұл екеуін қылмыстық кодекстің бірнеше бабымен айыптап, халықаралық іздеу жариялады. Қазақстан аумағында да қос күдіктінің материалдарын тыңдап, таратып, жариялауға сот шешімімен тыйым салынған. Бұлар біріктіріп отқан Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың кітаптары. 3 негіз, 4 қағида. Оның жаңа шариғат бұзатын нәрсе, сол барлығы осы нәрсенің айналасында жүрген дүние. Бұл сәләфизм деген осыны әрқайсысы әртүрлі атаумен қазір дамытып жатыр. Ең бас бұның ең қауіпті жері осы. Жастардың ақыл оймен ойнау, олардың амбициясымен, олардың жаңағы қызуқандылығымен ойнау жақсы пайдаланатын болған қазір. Егіліп жатқан дәндері түбі тәкфирге апарады, түбі тағутқа апарады, түбі мемлекеттің құрылымында бір кәпірлік жүйе бар деген ойды жастардың арасына, ойына, санасына құяды. Ол ертең әртүрлі себептермен шығады. Қылмысты заңдастырып беріп жатқандықтан біз қазір барынша жамағаттарымызға бұндай ақпараттарға құлақ аспауларын кең насихаттаймыз. Профилактикалық жұмыстарды жасадымыз. Имамдардың насихатын елемеген, шоислам нәпсі құмарлықты заңдастырып берген псевдо уағызшыларды пір тұтты. Солардың қанды контентін көбейтті. Нәтиже көп күттірмеді. Білегіне кісен салынды. Мейірімді бала еді. Бізде күтпеген біз сол үйге таң ертеме комитет кірді. Сол баланы сондай деп кірген кезде біздер шокқа түсіп қалдық. Мен де мамасы да өзінің әйелі де шокқа түсіп дәленім көтерілді, сол бір қолын жақсы істемей қалды. Тергеу жүріп жатқан кезінде мен де сұрадым, сен не істеп қойғансың, не деп тұр, қандай бала болдың десем, папа мен ондай істеген, ондай болдым, мен де білген емеспін. Мен не дейді анау, миымға кірмеген дейді ондай. Өзім де білмеген бұлай болуын деп. Басында отбасы туралы сөйлемеген, отбасы туралы жақсы сөйледі. Жақсылыққа шақырады басында. Құранда аят хадистер бар. Аят хадисте жихад туралы бар, жихад туралы айтқан. Жихад туралы ол соғысуда, соғысуға шақырады. Сол жерде аяттармен келтіріп біз қателесіп қаламыз да. Интернеттен бір танымайтын адамдан кейін рұқсат берілмеген адамдардан ілім алуға болмайды. Қылмысын мойындадым. Қойдым, ол мен қойдым, телефонға қойғандарын өзім қойдым. Рас олар, соларын мойындадым. Мен қойдым, соларын тыңдадым деп. Енді болды, оны тыңдамаймын оларды. Тәубе еттім мен. Зер салып қарасақ ең үлкен жау сыртта емес, ол көкірегіміздің қараңғы түпкіріндегі надандық. Бұл дерт білім мен ғылымға мойын бұрғызбайды, адамдық пен адалдықтың хас жауы. Ал Тахир Юлдаш, Содик Самарканди, Абдуллох Зуфар сияқты радикалды идеологтар сол дерттің қоздырғышы ғана. Және олар әркез ауысып отырады. Абайша айтсақ, адамды адам ететін еңбек пен ақыл. Бізде де кішкене қателік болады да, мысалы ата-ана да сол баланы тергеп тұру керек, мысалы кіммен жолдас болып жатыр, не істеп жатыр. Одан кейін сол өкіметке де айтатыным сондай нелеріне сырттан келетін уағыздарын бәрін бұғаттау керек та, ешкім тыңдамайды. Сұмдық деген біреуіне ұру, соғу, нәрсесін алып қою. Сондай нәрсе ғой, бала шағадан айыру. Шайыстан біз сені күтеміз. Немерелерінде сен балаларыңда, әйеліңде бәрі күтіп отыр, сен қашан келеді деп. Сені күтеміз біз.